Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамда тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Бұл YouTube-тың осындай талаптарының бірі. Қазір енді қарап отырсам, көрілім де азайып кетті, лайктер де азайып жатыр. Оны тексеріп көрдім, қасымда отырып, менің арнама тіркелмеген кісілерді тіркедік. Менің көзімше сол жаңағы лайкты басып көрдік. Олар басады, тіркеледі, бірақ менің арнамда көрінбейді. Бұл енді сол жаңағы боттардың тіршілігі шығар. Менің бірақ таңғалатын жағдайым, бұл жерде таңғалатын жерім, қалай үкімет соншама ақша шығындап, осындай біз сияқты кішкене ғана, азғантай ғана көріліміміз бар, азғантай ғана аудиториямыз бар адамдарға да осылай шығынды шығарып, бізге қарсы жұмыс істеп жатқаны ма, әлде бұл жаңағы YouTube-тың кішкене бір кемшіліктері екен, соны түсінбедім. Бұны екі қайталадық, тағы да бір кісілерді жаңағы тіркедік, әрі лайкты бастық, ол бірақ менің каналымда көрінбеді. Осыны айта кеткім келді. Егер лайктеріңізді бассаңыздар, қайтадан тексеріп, тағы да басып көріңіздер. Өзімнің де басқан лайктерім кейбір кісілердің жаңағы комментарийларына, пікірлеріне, сол артынша мен бір қайтара қарап шыққан кезімде келесіре сол көзімше жоқ болып кетіп жатады. Таңғаларлық жағдай. Майлы қойыңызшы, оның бәрі біздің жаңағы Қазақстан халқының қазіргі көріп жатқан қиыншылығының қасында. Бұл түкке де тұрмайтын әңгіме. Ал тақырыпқа келетін болсақ, сол қазақ елі, қазақ үкіметі, қазақты алдап жатқан мынау кешегі су тасқынынан кейінгі осы салдарымен күресудің орнына бұлар қазір мынау белсенділермен күресіп жатыр. Сол өздерінің талап тілектерін жеткіземіз деп акиматқа барып жатқан кісілердің өз пікірлерін айтып жатқан кісілерді қудалаумен әлек болып жатыр бұл билік. Қайткен күнде де осы жаңағы ақшаны жырып қаламыз деп қайдағы бір жаңағы тексерулерді комиссия құрып жатыр. Сол комиссия сол халықтың арасынан шықты дейді. Сондай болып тұрса, қалай бұл, неге соншама созылады? Сонда халықтың арасынан шығып тұрған комиссияның өзі де, тексерушілердің өзі де сонда халыққа қарсы болып тұрма? Міне осы өте сақ болатын жағдай, өйткені билік әдейлеп халықты біріне бірін қарсы қойып жатыр. Бұл болмай ертең олардың ішінде, жаңағы сол комиссияның ішінде де жаңбырдан кейін шыққан саңырауқұлақтай жемқорлар бой көрсетеді, бастарын көтереді, сөйтіп жаңағы халыққа деген ақшаны жеуге кіріседі. Мына осы енді қазір есептерін тыңдап отырсаңыздар, андамында қазір шығарып жатыр, азаттықта шығарып жатыр, қаншама миллиардтаған ақша жұмсалайын деп тұр екен. Жаңағы МЧС-ке арналған, тағы да осындай нелерге, жағдайларға арналған бөлінген ақшалар жетпейтін түрі бар. Сонымен жаңағы енді үкіметтің қорынан сондай ақша сұратып жатыр. Ал кешегі халықтың қорына деп түскен қаншама миллиардтар қайда кетіп жатыр? Соны неге бөліп бермейсіңдер халыққа? Неге оған ауыз саласыңдар? Міне үкіметке қояр сауалым осы. Ал тағы да бұл халықты қан қақсатып, біз үй сатып алып береміз, немесе үй салып береміз дейді. Ол үй салып беретін ертеңгі күні жаңағы құрылыс компаниялар пайда болады. Сол құрылыс компаниялар мен салам деп бәрі жарысады, сөйтіп жаңағы конкурс ұйымдастырады, солардың арасынан. Соның арасындағы конкурстан жеңіп шығатын кім шығады? Кім жаңағы не береді, пара береді, соны бөлетін жерге.
сөйтеді де бұлар жаңағы ақшаны алады, өздері әттен тояды, сосын сол қалған ақшаны ғана әйтеуір сол халыққа жұмсайды. Оның керегіне, көрдіңіздер ма, бұның бәрі сол халықты біріне бірін айдап салып, біріне бірін қасқып қою үшін жасалып отыр. Әйтпесе сол ақшаны халықтың өзіне, маған тиесілі ма сол үйдің ақшасы, маған беріңдер, өзіме беріңдер қолыма. Мен өзім салып алам. Бір бөлме салам ба, екі бөлме салам ба, я болмаса бір бөлмелі пәтер алам ба, оны өзім шешу керекпін. Өйткені ол менің дүнием, өйткені ол менің үйім, өйткені менің өмір бойы жиған тергенім, менің маңдай терім, соны жасамайды бұл үкімет. Бұны жасамайтын себебі қазақ халқы байып кетпеу керек, аяғында нық тұрмау керек. Сол үшін жасалып жатқан осындай сайқал саясаттары. Сол үшін халқым, талап етіңіздер, өздеріңіздікін талап етіңіздер, соны үйреніңіздер, талап етуді. Ешкімнің ақысын жемеңіздер, бірақ өз ақыңызды өлсеңіз де жегізбеңіз. Неге сіз өзіңіздің ақыңызды жегізу керексіз? Неге қайта-қайта соларға жем болу керексіз? Біреу үшін емес, мен үшін емес, көршің үшін емес, өзің үшін шықшы, қазақ, өзің үшін, өзіңнің табанет маңдай терің үшін. Соның бәрі суға кетті ғой кеше күні. Енді соны талап ет. Кімнің кесірінен кетті? Үкіметтің кесірінен кетті, соның салғырттығы, соның жемқорлығы, солар ішіп жеп қойғанның кесірінен осындай қазақтың жері суға кетті. Ол суға кеткені былай тұрсын, Ресейден келген жаңағы көміліп жатқан уранның, қышқылмен ертілген уран, сол жерді су жуып өтті, сол су келіп Қазақстанға да жетті. Ол ертеңгі күні қандай салдары болатын бір Құдай сақтасын. Ол өте ауыр болады денсаулыққа. Міне халқым, соны ойланыңдар. Басқа үшін емес, ел үшін емес, ең болмаса өзің үшін, сол үшін шықшы. Соны талап етші, ақыңды жегізбеші. Ойланшы қазақ, ояншы. Міне айтқым келгені осы халқым. Ояныңдар, ойланыңдар. Мынау Әблязовтың айтқан ұяшықтары ашылу тоқтамасын, ортамыз тола берсін, келе жатқан X күнімізге сақадай сай тұрып, бейбітте берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.